Мемлекеттік бағдарламамен отбасы банкқа барып пәтер алам деген Алкеновтар жанұясы өзі фамилиясын республикалық базадағы тізімнен таппағаннан кейін Павлодар қалалық Нұр Отан партиясының филиалына келіп депутаттарға жүгінеді. Бұл сұрақты біз өзі жеке бақылауымызға алып, егжей-тегжей тексере келе, осы Павлодар қаласында 401 көп балалы жанұя осы республикалық тізімге кірмей қалғанын анықтадық. Тез арада мәжіліс депутаты Нуркина Айгүл Қабдошинамен хабарласып, жағдайды түсіндіріп айтып, сол кісінің көмегімен республикалық базада аталған жанұялар тіркеліп, бүгінгі күнде алды пәтер алып жатқанын көріп отырмыз. Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в целях восстановительных работ по гражданам, которые не вошли в систему, была проведена сверка данных по каждому очереднику индивидуально. В ходе сверки данных было выявлено недостающее количество, там документы были необходимы, там дополнительные, о чем было сообщено работникам акимата Павлодарской области. Мы 12 лет стояли в очереди. На начальном этапе мы были как бюджетники. Поменяли программу и встали в очередь как многодетная семья. Мы потом позже выяснили, что у нас не было в базе данных. Мы не могли подать заявку на программу «Бақыт отбасы». И мы обратились через Нур Отан к депутату Қожин Қобланбек Нурмухановичу и Маликова Айгуль Қайыртасовна. И в письменном виде, и на личный прием попали совместно с депутатом Мажилиса парламента. Исправили эту ситуацию. И вместе с нами остальных, я могу в цифрах ошибаться, более 400, может быть, людей было. И всех их включили в программу, нашу заявку приняли. И получили квартиру вот, по льготному кредитованию на 2%. Көп балалы анамын, соның ішінде бір балам осында ерекше, мүмкіндігі шектеулі, үлкен ұлым 13 жаста, 7-ші сынып оқушысы. Отбасылы енді ең басты байлығымыз кішкентай мемлекет. Отбасылы ең бірінші орында, аналар үшін әрқашанда, әкелер үшін де сондай-ақ. Осы балалар үшін әрқашанда жұмыс жасаймыз. Ыстыққа да, суыққа да шыдайсың. Балалармен қиыншылықтың өтіп кеткенін қалай сезбей қалайды екенсің. Арманым ай, арманым, саған қарай самғадым, қанша алыс болсаң да, тек өзіңді таңдадым. Алай-талай алашының қарай толыр бал асылы, қастері ал ашыны.